Benim қолда күміш зенит кісе сағаты. Бұл сағат бек танылған фирма шығарған, зенит фирмасы. Бұл фирма енді данлықлы, өзінің шығарған продукциясы бек түгел еруші сағатлар есебінен кірген. Міне бүгін шушы сағатның бәләкегіне характеристикаларын деп айтым мекенінде, ішлену тарихын деп айтым мекен yazып қалдырмақшы болам. Georg Faber-Jakut өзі ішлеген сағатларын 1900 жылға қадар шул Georg Faber-Jakut лақлы исімі астында шыға. Аннан соң енді Зенит исімі берілі. Міне бұл сағат, менің қолдағы сағат, енді шул Зенит сағатларының бірсі. Қарибы 875 пробылы күміш сағат. Аның механизмі алтын білән егіртілген. Зенит нәрсәсі бар. Бұл механизмда микрорегулятор бар. Бұл микрорегулятор енді 0,1-2 секундқа қадар суткаға түгеллік білән бұл сағатларға йөрергә мүмкінлік берген. Шунсы белән айырылып тора. Монда язылган 1900 елны Парижда Гранд приз алган дип. Монда призлары күрсәтелгән 8 медаль, алтын медальләр. Бұл сағат үзе дә алтын белән йөгертелгән. Алтынның калынлыгы 40-50 микронга җитә. Шул ук алтын пластинка покрытие өстен специально узорлар ясап, моторлап, бизәп, эшләп куйганнар. Алтын фигуралар рәсемнәр арасында, линиялар арасында глазурь ясалган, кара глазурь материал. Менә шундый данлыклы сәгать, данлыклы кесе сәгате. Бұл танылған Зенит фирмасыныкы, Швейцарияда шыққан. Бұл сәгатькә ничә ел була инде? Кимендә 1905 елларда, 10 елларда шыққан булса да, бұл сәгатькә уже 120-115 еллар тирәсе. Әлі бүгінде ол бик түгел йөри, өзінің моторлығын югалтмаган. Бұл сәгатьнең бүтін петлялары, замоклары эшләп тора. Бүгелгән, ватылган җирләре юк. Шул хәтле мотор сыйфатлы сәгать булып бүгендә эшләп тора.